X-тің мәнін тауып, жауабын тексеріңіз. X бөлінген 3 тең 14. Мұндағы белгісіз айнымалы X-мізді қалай анықтаймыз? Бұл теңдеуімізді былай жазсақ та болады. X-ті 3-ке бөлу деген сөз X-ті 3-тен 1-ге көбейткенмен бірдей. Сонда X, яғни 3-тен 1-ді X-қа көбейтіп, тең 14 деп жазсақ болады. Енді мына X-тің өзін қалай табамыз? Ол үшін біз мына 3-тен құтылуымыз қажет. 3-тен 1-ді біз 3-ке көбейтіп жіберейік. Яғни 3 деген санды теңдіктің сол жағына және оң жағына көбейтейік. Көбейтілген 3, дәл солай оң жағына да көбейтейік, көбейту 3. Мына теңдеуге де соны жазайық. Көбейтілген 3, оң жағына да 3-ті көбейтейік. Сонда бізде 3 пен 3 қысқарып, X-тің өзі қалады. Тең 14-ті 3-ке көбейтейік. 10-ды 3-ке көбейтейік. 30, 4 жердегі 3-іміз 12, 30-ға 12-ні қоссақ 42. X-іміз 42-ке тең. Мұнда да дәл солай. 3 пен 3-тен 1 қысқарып, X-тің өзі қалады. X тең 14-ті 3-ке көбейтсек 42. X-тің мәнін таптық. Енді жауабын тексерейік. Мұндағы 42-ні X-тің орнына қояйық. X-тің орнына 42-ні жазамыз. Бөлінген 3 тең 14. Бағандап бөлейік. 42-ні 3-ке бөлсек, 4-ті 3-ке бөлеміз, 1-ден береміз. Азайтқанда 1 қалдық, 2 түседі. Сонда 12-ні 3-ке бөлсек, 4-ден береміз. 4 жердегі 3-іміз 12. 12. Сонда 42-ні 3-ке бөлсек, 14. 14 тең 14.